Ал жігіттер кеше мына нәрсені егер дәрежеде жай ғана x болатын болса, бұл ана мына бетке өткізіп алып нөлден үлкен деп алатын едік. Егер x квадрат болған жағдайда біз мұны как-то дискриминантқа келтіруіміз керек деп айтқан едім кеше. Оны өздерің үйде істей саласыңдар деген біраз адамдар істеген, біраз істемеді, біраз адамдар былайша айтқанда сұрады, өзің істеп ал деп әйтеуір өйтіп істеп кетті в общем. Сондықтан сұрақ қалып кетпес үшін все-таки мен мұны түсіндіріп берейін сендерге. Яғни -8 бізге +8 болып өтеді. 4-тің x квадрат дәрежесі. Енді ана y қосылған 8-ді 0-ден үлкен деп, y үлкен -8-ден деген бірінші бөлігін істеп алсақ. Енді қайсы не үшін? Енді дұрыс емес па? 4-тің кез келген дәрежесі 0-ден үлкен болады емес па? 4-тің кез келген дәрежесі 0-ден үлкен оң сан болатын болса, онда оған тең болып тұрған y қосылған 8 де әрдайым оң сан болады. Бұл бірінші шарт. Енді екінші шарт, мен аралап мынаны қазір логарифмге келтіремін. Яғни мынаны мен 4 негізді логарифм 4 негізді y қосылған 8 деп аламын, 4-тің x квадрат дәрежесі деп аламын. 4-тер кетеді, сонда x квадрат тең логарифм 4 негізінде y қосылған 8. Оны бері бетке өткізіп жіберемін. X азайтылған логарифм 4 негізінде y қосылған 8 тең болады 0-ге. Енді бұл жерде дискриминантымыз 0 азайтылған 4 еселенген аның рөлінде 1 тұр, мынаның барлығы сының рөлінде тұр, минус логарифм 4 негізінде y қосылған 8. Мына, осы бізде дискриминант. Мынаны көбейтсек, плюс 4 еселенген логарифм 4 негізінде y қосылған 8 үлкен немесе тең 0-ден, дұрыс па? 4 арғы бетке бөлініп 0 болып кетеді. Сосын y қосылған 8 тұрады. 4 тұсына шығып 0 дәрежесіне қарай көтеріледі. Y қосылған 8 үлкен немесе тең 1-ден, мына жаққа баратын болса y үлкен немесе тең -7-ден. Сонда как бы мынаны біз қазір -7-ден бастап +8-ге дейін кетті. Сосын мынау -8 сыртында қалып кетеді екен енді. Бәрі қиылысқан жерде болады. Сонда мәндер болса -7-ден бастап +8-ге қарай кетеді екен. Бұл бізде С жауабында екен. Так, ойым түсінікті болды ма? Мынаған байланысты сұрақтар болса қоямыз. Кеттік, енді ары қарап бізде 77-ден ары қарайғы есептерде жігіттер тригонометриялық функциялардың мәндер облысы туралы әңгіме кететін болады. Яғни, 107-ге дейін барлығы 30-31 есеп болып тұр ғой сонда. 31 есепті бұйырса шарпышатын боласыңдар. Бұл жерде де аса бір қиындық жоқ. Қараңдар, мәселен, мынандай бір бізге функция берілсін. 87-ші есеп мәселен. 87-ші есеп бойынша бізде y тең 2 қосылған 3 еселенген синус x. Осы функцияның мәндер облысын табайық. Енді маған мына нәрсені айтыңдар сендер. Синус x тұруда, синустың ең үлкен мәні неге тең? 1-ге тең. Ең төменгі мәні -1-ге тең. Сондықтан біз былай аламыз. Бұл жерде y функцияның ең жоғарғы мәнін макс деп алайық та, 2 қосылған 3 синус x-тің орнына 1-ді қоямыз. Оған келісетін шығарсыздар, ең потолок дегенде синус x 1-ге тең болады. Сондықтан біз ең үлкен мәнін табу үшін оның орнына 1-ді қойдық. 3 жердегі 1, 3, 2 қоссам 5 болады екен. Енді ең төменгі мәнін y min деп жазайық. 2 қосылған 3 көбейткен -1. Сонда -1 бола ма? Демек, біздің y-іміз жатады екен, -1 менен 5-тің аралығында жатады екен. Ойым түсінікті болды ма? Мәндер облысы осы болады. Мәндер облысы деген мәндер облысына біз y серіктінек қой. Яғни y-тің жататын аралықтары бізде данном случае -1 мен 5-тің арасы болып тұрады. Енді қараңыздар. Мәселен мына жерде синус x-тің алдында x-тің алдындағы коэффициенттер өзгере беруі мүмкін. Мысалы, бұл есеп егер былайдан берілсе, 2 қосылған 3 еселенген синус 7x десе, мысалы, бұл ешнәрсені білдірмейді, елемейсің. Сен синус 7x-тің по-любому ең үлкен мәні 1-ге тең, -1-ге тең деп кете бересің. Даже 7x қосылған пи бөлінген 6 деп те тұрса, без разницы, сен
турасында мынаның барлығының орнына, яғни синус 7х қосылған пи бөлінген 6-ның ең үлкен мәні 1, ең кіші мәні -1 деп беріп кете бересің. Косинустың жағдайында да осындай. Түсіндіре алдым ба ойымды? Ал тангенс котангенстің жағдайында бұлай келмейді, өйткені тангенс пен котангенстің мәні -x'тен +x'ке дейін кете береді. Түсіндіре алдым ба ойымды? Енді квадратпен келетін ситуацияға келейік. Тыңдап ал, квадратпен келетін ситуацияда, чисті квадраттың өзі келетін ситуацияда, мысалы y-тен 5 қосылған синус квадрат 4x. И осы 5 азайтылған 2 еселенген деп бар. Бізде осындай бір не келсін. Енді бұл функция мәндер облысын табу үшін бұлай ойланамыз. Либо дәрежені төмендетіп барып тірлік қыламыз, немесе дәреже төмендетіп жүргілерін келмесе сразу істейтін амал бар. Мына синус квадрат 4x-тің ең жоғарғы мәнін 1 деп есептейсің, ең төменгі мәнін уже -1 деп есептемейсің, 0 деп есептейсің. Өйткені сен какой-то бір санды квадраттанда -1-ге тең боламайды ол. Ол ең төмен дегендегі мәні 0 болады. Сондықтан оны 0-мен алмастырады. Сондықтан бұл жерде y максимумыз біздің болады 5 азайтылған 2 көбейткен 1-ді қойып жібереміз. Ол бізде 3-ке тең. Y минимумыз болады екен 5 азайтылған 2 көбейткен 0, ол бізде 5 болады екен. Яғни мынаның орнына 0 қойдық. Дұрыс, бұл жерде кішігірім проблема пайда болып қалды, что y максимумыз 3 болды да, y минимумыз 5 болып қалды. Бірақ разница жоқ. Бәрібір де сен y-тің мәндері 3 пен 5-тің арасында ауысып отырады деген сөз. Значит, мәндер облысы 3 пен 5-тің аралығында деп есептей береді дегенбіз. Жеткіз алдым ба ойымды? Сұрақтарыңыз бар ма, жоқ мынаған байланысты? Енді осы екеуінен комбо болатын бір сұрақ бар. Бір функцияның ішінде квадратта и бір дәрежеде тұрса. При этом бірақ мына нәрсені түсінуіміз керек. Барлығы біркелкі синус болып тұру керек, либо барлығы біркелкі косинус болып тұру керек. Егер синус косинустар араласып жатса, онда оларды біз біркелкі келтіріп алуымыз керек. Мысалға, осында бір есеп бар. Жаңағыдай синус квадраттармен, мысалға, бір дәрежелер екеу деген сияқты. Мысалы 83-ші есеп. 83-ші есеп. Y тең 2 еселенген синус x қосылған косинус квадрат x. Біз әртүрлі болып тұрғанын көріп тұрмыз, онда біз бұны біркелкіге келтіруіміз керек. Синус квадрат x. Бізге синус x-ті косинусқа айналдыру қиын болады, ал косинус квадрат x-ті синус квадрат x-ке айналдыру түк проблема емес. Сондықтан y тең 2 синус x 1 азайтылған синус квадрат x деп болады дегенбіз. Ары қарай, енді қосарласып комбо келетін болса, сен 0-ді де қойып көресің, 1-ді де қойып көресің, -1-ді де қойып көресің. 3 мәнді қоясың. Түсіндіре алғаншырым ме? Үшеуін қойып көресің да, ішінде ең азы минимум болады, ең көбі максимум болады. Сөйтесің да, сол ең азы мен ең кішісін сол екі шетке қоясың, сол мәндер облысы болса. Мәселен, біз енді бұл жердегі синус x-ның орнына ең бірінші 1-ді қойып көрейік. Y тең 2 көбейткен 1 қосылған 1 азайтылған 1-дің квадраты 1 болады. Мынау қысқарды, сонда 2 қала салды бізде. Синус x-ның мәнін 0 деп ойлап көрейік. Y тең 2 көбейткен 0 қосылған 1 азайтылған 0-дің квадраты. Не болады мынау бізде? 1-ге тең болады. Синус x -1 деп есептеп көрейік. Y тең 2 көбейткен -1 қосылған 1 азайтылған -1-дің квадраты бізде +1 болады. Мен қысқарып кетеді ол, сонда -2 қала салады. Қара, -1-дің квадраты 1 ма? Мына екеуі қысқарады. Яқта -2 қалады. Сонда мәндер облысы ең кіші мән -2 болып тұр, ең жоғары мән 2 болып тұр. -2 мен 2-ның арасында болып салады. Енді сен ойлап қалған болуы мүмкін да, мысалы мына жерде қазір 0-ді қойған кезде 1 шықты да, ол орташа мән шығып қалды ғой деп. Кей кезде 0-ді қойған кезде именно ең төменгі мән шығып қалуы мүмкін. Болмаса ең жоғары мән шығып қалуы мүмкін. Сондықтан страховка ретінде бұл жерде 0-ді де 1-ді де -1-де қойып көруіміз керек екен. Түсінікті болған шығар ойым, иә? Айтылған нәрселерді бір қорытындылап алайық. Егер синус пен косинустың жалғыз өзі бір дәрежемен келсе, онда -1 мен +1-ді қоясың. Не үшін екенін түсінікті, өйткені олардың мәні -1 мен +1-дің арасында жатады. Ал егер чисто квадрат тұратын болса, онда 0 мен 1-ді қойып көресің, иә?
0 мен 1-ді қоясың. Чисті квадрат тұратын болса. Ал егер квадрат пен 1 дәреже екеуі қосарласып келетін болса, онда 0-ді де 1-ді де минус 1-де қойып көреді екенбіз, Кеттік, ары қарай. Енді мынандай нестандарт жағдайлар болуы мүмкін. Мысалға, y тең синус 7x косинус 2x азайтылған косинус 7x синус 2x кім деп байқады мына жерде? Демек бұл деген сөз мынаны енді бұлай беріп мәндер болсын тап десе қатты миларыңа шыққамасын, яғни мынау синус 5x-тің формасы ма мынау? Синус 5x қосылған 3 болады да, сонымен то есть ең минималды мән минус 1 қойып жарасың, 2 болады. И макс қоятын болсаң 1 қосылған 3 тең 4 бола салады. Яғни бізде 2 менен 4-тің аралығы деген нәрсе болса деген. Түсіндіре алдым ба ойымды? Сұрақ? Жоқ. Кеттік, ары қарай. Формулалармен келсек, формуланы қолданамыз. Енді жігіттер мынандай нәрселер бар екен бізде. Модульмен келген жағдайда да айтпақшы. Модульмен келген жағдайда да тура квадрат сияқты 0 мен 1-ді қоясыңдар. Өйткені модульден терістен шықпайды. Келістік. Мәселен, өзім ойдан біреуін құрастыра қояйын. Y тең 5 қосылған 2 еселенген косинус мысалы 6x. Мынау модуль. Сондықтан сен бүйтесің. Ең минималды мән косинустан терістен шығу мүмкін емес. Ең төмен дегенде косинус 6x-тен 0 шығады деп ойлайсың. 5 қосылған 2 көбейтілген 0. 5-ке тең максималды мәні 1 шығады. 5 қосылған 2 көбейтілген 1 тең 7. Сонда мәндер болса бізде неменен арасы 5 пен 7-дің аралығы болса деген. Ойын түсінікті болды ма? Сұрақ жоқ. Енді мынандай ситуациялар. Алдылары бірдей болады. Синус пен косинус келеді, алдылары бірдей болады. Алдылары біреу екіншінің түбірасы үш есе үлкен болады деген бар. Сосын вообще-то басқа да бір сандар тұратын қосымша бұрыш енгізетін жағдайлар бар. Мәселен, мынандай бір жағдайды қарастырайық. Y тең 3 еселенген синус 10x қосылған 3 еселенген косинус 10x. Функция осылай берілетін болса, осы функцияның мәндер болсын тап деп айтады. Қара, бұндай жағдайда сен 3-ті жақшансырына шығарасың. Басқа мысал. 3-те синус 10x пен косинус 10x қалды. 3-ті көбейту үшін неға бөліп жіберсек бола ма? Уақытша бөліп жібереміз. Енді бүйтейік. Мыналардың, алдылары бірдей болса, біз түбірасы 2 бөлінген 2 көбейтеміз деп айтқан едік. Екі бетті де түбірасы 2 бөлінген 2 көбейте қояды. Мына жақты түбірасы 2 бөлінген 2 бөлсем, түбірасы 2 бөлінген 6 болады мынау уже. Өйткені 2 наған көбейтеді, мынау наған көбейтеді деген сияқты. Мынау түбірасы 2 бөлінген 2 синус 10x, түбірасы 2 бөлінген 2 косинус 10x. Алдылары бірдей болса, әрдайым түбірасы 2 бөлінген 2 көбейтеміз. Так, сонымен мынауны былай алайық, синус 10x косинус 45, яғни пи бөлінген 4. Косинус 10x синус пи бөлінген 4, сонда син кос косинмен синус жақшан ішінде 10x қосылған пи бөлінген 4 дейміз. Есегеміз үңді ол ма? Так, 6 былай барып, түбірасы 2 былай келетін болса, y тең сонда 6 бөлу түбірасында 2 синус 10x қосылған пи бөлінген 4 болса. Енді маған кім айтады, 6-ның түбірасы 2 бөлсек не болады? Ерасында араласып, сонда 3 түбірасы 2 болса. Демек, y тең 3 түбірасында 2 синус 10x қосылған пи бөлінген 4. Енді барып мәндер облысына көшеміз. Яғни, минималды мәнді беретін болсам, мынаның орнына минус 1 қойылса, минус 3 түбірасы 2 болады. Максималды мән, мынаның орнына 1 қойсақ, плюс 3 түбірасы 2 болады. Мәндер облысы болады екен, минус 3 түбірасында 2 мен плюс 3 түбірасында 2-ның аралығы. Ойын түсінікті болды ма? Сұрақ ешкімде? Жоқ. Так. Кеттік. Енді сәл басқаша қалай келуі мүмкін?
Мәселен, 95-ші есеп. Y тең 8 қосылған 12 синус x азайтылған 5 косинус x. Так. Мынандай болып келетін болса бүйтеміз. Мына 12-ні көрдің ба? Мына 5-ті көрдің ғой? Синус пен косинустың алдында тұрғанда. Енді тригонометриялық подход жасаймыз. Мына 12 мен 5-ті біз әрдайым катеттер деп қарастырамыз. Мынау 12 бола қойсын, мынау 5 бола қойсын. Бола ма? Гипотенуза қанша болады сонда? Пифагормен есептейтін болсақ 13 болады, білесіңдер, Пифагормен. 5-дің квадратын мен 12-дің квадратын қосам, жалпы 9, жалпы 13 шығады. Ана екеуін не үшін катет деп алдық дейсің ба? Түсінбедім. Қазір мен доказательно түсінесің қазір. Бірақ негізі мынау гипотенуза 13 болатын тұрған шығармыз, Енді осы жерде мына екі сүйір бұрыштың кез келген біреуін фи бұрышы деп енгізейік. Жаңа қосымша бұрыш енгізу деген нәрсе ғой бұл енді. Сонда осы жерде фи деген бұрыш бойынша маған айтыңдар, осы фи бұрышының синусы дегеніміз не? 5 бөлінген 13, синус фи. Косинус ше? 12 бөлінген 13. Енді жігіттер бұлайынан бізге берілген кезде y тең 8 қосылған 12 синус x қосылған 5 азайтылған 5 косинус x деп берілген кезде мына 12 мен 5-ті мысленно катет деп ойлайсыңдар. Сөйтіп Пифагормен 13 екен табасында барлығын 13-ке бөліп шығамыз. 13-ке бөліп шыққан кезде мынандай болады сенде қара. Y бөлінген 13, 8 бөлінген 13, 12 бөлінген 13 синус x, 5 бөлінген 13 косинус x. Енді мына қызықты қара. Y бөлінген 13 тең болады 8 бөлінген 13 қосылған. Мына синус x жазамызда көбейтілген косинус фи манау. 12 бөлінген 13 біз наяқта косинус фи деп обозначить еттік қой, значит косинус фи болады. Азайтылған демек косинус x синус фи болады. Келісесіздер ма? Сонда мынаның барлығы син кос косинның формуласы бойынша y бөлінген 13 тең 8 бөлінген 13 қосылған синус жақшаның ішінде x азайтылу фи бола ма? Енді қайттан 13-ке көбейтем ғой. Жаңа басында 13-ке уақытша бөле тұрдым да, енді обратно бұрынғы қалпына келтіру үшін 13-ке көбейтсем. Мынаның несінен айырыламыз, мынаның да астынан айырыламыз да, мынау 13 еселенген синус x минус фи. Енді мына жерде мәндер оғысын табу проблема емес. Яғни минималды мән мына жерге 1-ді қойсам, минус 1-ді қоятын болсам 8-ден 13 азайтылып кетеді. Минус 5 па? Максималды мән 13-ке 1, 13 болады, 21 болады. Сонда мәндер ол болса минус 5 пенен 21-дің аралығында болады екен. Минус 5 пен 21-дің арасын. Көрейік, жауапта бар ма жоқ па? Бұл бізде 95-ші есеп. Минус 5 пен 21-дің аралығы. Е жауабында екен. Так, ойым түсінікті болды ма, жігіттер? Синус пен косинустың өзі санаулы есептер бар. Сол есептер осы мысалға қарап отырып шығарып шығады екенбіз, Болады бастай берге. Мынандай бір есеп. Соңғы бір мысал мына жерге сыйдырып жасайықшы. Өзім ойдан біреуін келтіріп жасаймын. Мысал ретінде 7 бөлінген пи аркатангенс x осындай бір функция беріледі, қараңдар. Осы функция мәндер оғысын тап десе, бүйтіп табасыңдар жігіттер. Аркатангенстің мәндері неменен арасында жататын еді? Жоқ. 0 мен пи бөлу емес пидің арасында, Аркатангенс 0 мен пидің арасында жатады. Ал аркатангенс минус 90 мен плюс 90 арасында жатады.
демек сен бүйтесің, y-тің осы жерде минималды мәнін табу үшін мынаның орнына 0 қоясың. Ол кезде минус 3 болып кетеді. Келісесіздер? Өйткені мынаның ең төменгі мәні 0. Ең жоғары мәні пи, сондықтан y макс табу үшін бұл жерде 7 бөлінген пи көбейткен пи қойып жібереміз. Пи мен бет шығарады, 7-тен шығарсаң 4 болса деген. Демек, y-тің ең төменгі мәні минус 3, жоғары мәні 4 болып тұр осы функцияның. Сондықтан функция мәндері осы минус 3 пенен 4-тің аралығында ауытқып отырады екен. Түсіндіре алдым ба ойымды? Сұрақтар мынаған байланысты? Жоқ, болды, мен лекцияны аяқтадым. Сұрақтар болатын болса қояйық. Жоқ. Кім? Таңертең өйткені